Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Біздің осы YouTube арнада мен әрдайым сіздерге көрсететін ойындар PowerPoint бағдарламасында жасалған ойындар. Және де бұлар интернетті қажет етпейтін өте күшті PowerPoint-та жасалған ойын түрлері. Енді бүгін мен сіздерге осындай ойын түрін көрсетемін. Бұл сайыс сабаққа, интеллектуалды сайыс сабақ түрінде өткізуге арналған ойын түрі. Бұл ойын жалпы үшті форматта жасалды. Яғни мына жерде бір мектеп болмаса бір кішкентай бір оқу орнына ұқсас етіп мынау бір бөлме ретінде құрастырылған. Мына жерінде доска тұр, мына жерінде айна тұр. Осындай ойын түрін құрастырдым. Бұл ойын үшті форматта бұл ойын нарда ойыны бар, соған ұқсас түрінде құрастырылды. Яғни мыналарды лақтырған кезде қай не шығатын болса сол бойынша ұяшықтарды ашады және сұрақтарға жауап беретін етіп құрастырылды. Енді мен қазір ең алдымен ойынды бастаудан алдын айтып өтіп кетейін. Осы ойынды алғаннан кейін сіздер міндетті түрде слайдты ашқан кезде разрешить редактирование деген шығады. Соған міндетті түрде басуларыңыз керек. Ол барлық слайдты ашқан кезде шығады. Одан кейін осы ойынды алғаннан кейін сіздер мына жерде сұрақтарын жазып шығасыздар. Мысалы, мынау көшет, міне барлығы сұрағын жазасыз мына жерге, мына жерге жауабын жазасыздар. Сол сұрақтың жауабы. Есеп болса есеп, одан кейін сол есептің жауабы мына жерге жазылады. Қалғандарына тиіспейсіздер. Бүйтіп осы жерге мынау ойында 12 сұрақ жазылады. Яғни 6-6. Бірінші топқа 6 сұрақ, екінші топқа 6 сұрақ. Мына ретімен орналасқан, сөйтіп жазып аласыздар. Одан кейін осы ойын немесе басқа да барлық ойындарды ашу үшін мына жерде файлда тұрады, немесе главныйда тұрады. Файлда тұрады. Главныйда тұрады. Осыдан мына жерде показ слайдов деген бар. Осыған басамыз, сосын сначала деп ашамыз. Енді қазір ойын ашылады. Осындай өзінің фонында звугі бар. Бастау деген батырма арқылы бастаймыз. Так, енді бұл ойынға 2 топ қатысады. Мына жерде лақтыру деген бірінші мына топ бастайды. Осындай лақтырған кезде неше шықты? Мына жерде 3. Яғни үшінші осы былайша айтқанда ұяшықты ашады. Одан кейін сұрақ шығу үшін мынаған басамыз, осындай сұрақ келеді. Мына жерде есеп тұрады, немесе сұрақ тұрады. Жаңа жазып қойғаннан кейін сол шығады. Уақытты қосамыз, керек болса егер. Осы уақыттың ішінде, яғни ойланады, тобымен бірге ойланады, немесе оқушы қатысатын болса бір оқушы сол ойланады. Тоқтату керек болса бір рет басыңыздар тоқтайды. Уақыт біткеннен кейін жауап береді, одан кейін сол жауабын тексеру деген батырма арқылы осылай тексереміз. Одан кейін жаңағы неге қайту үшін мынаған басамыз и осы жерде таңдаған ұяшық жауап береді. Сосын келесі, яғни осындай басып отырып не қыламыз, ойнатамыз. 4 шықты, мысалы 4-ті ашамыз. 4-ші не? Басамыз, мына 5 па 4 па? Көрейін. 5 екен. Мен 5-ті ашып жібердім, өткен 5-тің сұрағы ашылды ғой. 4-ті ашу керек, 4-ті ашайын. Өзі негізі ретімен орналасқан, мен просто қателесіп айттым. Бірақ барлығы дұрыс орналасқан. Так, мына жерде сұрағы, тексеру арқылы жауабы. Уақыт істейді. Сосын ұяшыққа бассақ, мына жерге қайтып келеді. Осылай ойнатылады. Одан кейін ойын соңына жеткеннен кейін ойынды аяқтау деген батырма арқылы сыртқа шығады. Мен қазір көрсетейін, мысалы, бәрі істейді. Айналдыра осылай даусымен істейді. Ұяшықтардың барлық сұрақтары жазылған. Бұлай ашылып отырады. Сұрағы шығады. Одан кейін мына жерде сұрақ шыққаннан кейін уақытты қосасыздар. Сосын тексеру арқылы. Мынаған басам қайттым, осы жерге келеді. Ойынды аяқтау арқылы аяқтаймыз. Бұл жерде шаблон өте жеңіл, қиын емес. Тек қана сұрақтарын жазып, жауабын жазып, кез келген пәнге қолдануға болады. Бұл үшті форматта жасалған. Яғни үйдің несі, яғни PowerPoint-та бұдан артық мысалы үйдің немесе бір сыныптың несін құрастыру қиын. Бірақ мен осылай барынша тырыстым, яғни өзіне ұқсас етіп, осы ойын керек болатын болса, маған өтіп жазсаңыздар, бағасы туралы, ойын туралы толығырақ да айтатын боламын. Ойын ұнаса осы видео лайк басыңыздар, және комментарий бөліміндегі ссылка арқылы маған өтсеңіздер, сол жерде толығырақ айтамын. Назарларыңызға рахмет.